Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламада артрит ауруы жайлы түсіндіретін боламын. Ауруды уақытында емдемесе, асқыныстары ауыр болуы мүмкін. Ауру туралы жан-жақты біліп, өзіңізге және жақындарыңызға уақытында көмек бере аласыздар. Бағдарламаны бастамас бұрын айтайын дегенім, менің видеоларымды 89% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтініш, қазақша медициналық каналдардың дамуы үшін және қазақ тілді контенттердің көбеюі үшін каналға жазылып, бағдарламаны соңына дейін көріңіз. Артрит буынның жедел қабынуы. Ол әрқашан реактивті сипатта болады және айқын ауырсынумен, ісінумен және буындағы қозғалыстың шектелуімен көрінеді. Зақымдалған буынның терісі қызарып, ұстағанда ыстық болады. Жалпы әлсіздік, дене температурасының жоғарылауы, қабынуды көрсететін жалпы қан анализінде өзгерістер болуы мүмкін. Бір буын зақымдалуын моноартрит, ал бірнеше буын қабынуын полиартрит деп атаймыз. Қабыну буын шеміршегіне бірден әсер етпей, алғашқыда буын байламдарын, буынның синовиалды қабығын зақымдайды. Оны синовит деп атаймыз. Ал егерде буын маңы қабықшасын зақымдаса, бурсит диагнозы қойылады. Бұл аурулар жиі кездеседі. Артрит кезінде буындардың зақымдалуы асимметрия түрінде жүреді, яғни буындар бір жақты зақымдалады. Буындардың екі жақты зақымдануы ревматоид артритке тән. Ол аутоиммундық процесс, ағзаның иммундық жүйесі өз жасушаларына шабуыл жасау арқылы буындарды зақымдайды. Бұл ауру көбіне білезік және басқа да ұсақ буындарға тән. Артрит белгілері: ауырсыну, көбінесе тыныштықта пайда болады және түнде күшейеді. Аурудың өткір түрінде ауырсыну үнемі сақталады, қозғалысты шектейді және күнделікті өмір салтын өзгертеді. Буын пішінін өзгертуі, қабыну аймағында тіндердің ісінуі пайда болады. Теріні ұстаған кезде жергілікті қызба болады және тері түсі қызылға айналады. Буын қызметінің бұзылысы аурудың сатысына байланысты. Буын жартылай немесе толық қозғалыштығын жоғалтуы мүмкін. Жедел түрінде шектеу әдетте уақытша және ауырсынуға байланысты болса, ал созылмалы қабынуда контрактура құрылымының бұзылуынан туындайды. Артриттің себептері: денедегі аутоиммундық процестер. Онда иммундық жүйе дене тіндерін бөтен деп таниды және оларға шабуыл жасайды. Инфекция, қан арқылы немесе ашық жара арқылы буынға енетін бактериялар, вирустар және саңырауқұлақтар. Шамадан тыс дене белсенділігі, спорттық, кәсіби және тұрмыстық жарақаттар, суықтау, зат алмасу бұзылыстары және аутоиммундық аурулар. Тұм қолаушылық, яғни жақын туыстарында осы аурудың болуы. Жарақат алатын негізгі буындарға тобық, тізе және шынтақ буындары жатады. Мысалы, құлау, соққы, буын маңы байламдардың үзілуі және қабыну нәтижесінде екіншілік артрит дамиды. Жұқпалы вирустық аурулардың нәтижесінде иық буындары жиі қабынуға ұшырайды. Артриттің асқынуы, созылмалы қабыну буын деформациясы мен буындағы қозғалыстың шектелуіне әкелуі мүмкін. Бұл буында тұздардың жиналуына және буын элементтерінің құрылымының бұзылуына әкеледі. Сонымен қатар инфекциялық процесс көрші тіндерге таралуы және іріңді асқынулардың дамуын тудыруы мүмкін. Олар флегмона, остеомиелит, остеоартрит және сепсис аурулары.